Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдармандар, құрметті көрермендер. Сіздермен Тәуелбай Тарландар подкастының алғашқы шығарылымы. Осы подкастың жүргізушісі мен Қайрат Шыбандық, және де бұл менің подкаст әлеміндегі алғашқы қадамым. Бүгінгі подкастымыздың алғашқы қонақтары қарсылас команданың жүрегін дір еткізген, алаңда тыныш жүріп бәрін бір сәтте өзгерте алатын Сокол командасының сенімді тірегі, Сокол командасының легендасы Сыбанқұл Байысхан, және де командасының артқы шебінде нағыз қабырғадай тұра білетін, жылдамдық пен күшті мінсіз үйлестіре білетін, Қасқыр командасының қорғаушы сапында өнер көрсететін ойыншысы Сергебаев Бауыржан. Қош келдіңіздер. Рахмет. Ал енді бастаймыз ба? Бастаймыз. Алғашқы сұрақ, қысқы турнир қалай өтті деп ойлайсыздар? Өз командаларыңыздың ойынына көңілдеріңіз толды ма? Жалпы Қостанай облысында. Сокол командасы бірінші лигада бастадық. Құдайға шүкір екінші орын алдық. Бірінші орынға сәл жетпей қалды. Енді ең басты мақсат турнир басталмасынан жоғары лигаға жолдама алу еді. Мақсатымызды орындадық. Енді нәсіп Құда қаласа жоғары лигада өнер көрсетеміз. Айтпақшы, екінші орын құтты болсын. Екінші орын. Өзің айтып беріңіз. Біздер енді бұрыннан бері вышкідеміз. Қасқыр командасы. Бүгінгі ойын біздерге осы қысқы ойын сәтсіз болды. Команда мықты. Бірақ 8-ші орынмен әлі де вышкіде қалдық. Әлі маған бірақ белгісі көп. Жалпы көңілдеріңізден шықты ма команданың ойыны? Көңілден шықты. Шықты көңілден. Әрі қарай жалғастырамыз. Одан әрі күшейтеміз деп ойлаймыз. Жақсы, рахмет. Екінші сұрақ, ұйымдастыру бойынша не ұнады, не жетіспеді, артықшылығы мен кемшіліктері туралы айта кетсеңіздер. Ұйымдастыру артықшылығы мен кемшіліктері бар әрине. Енді биыл 3-ші жыл өтіп жатқан турнир. Кемшілігінен артықшылығы көп. Өйткені бір турнир өтіп жатса, екінші басталып жатады. Жақсы дамып жатыр. Жақсы дамып жатыр. Әр жылдан жылға сайын кемшіліктер азайып жатыр. Биыл мысалы комментатор пайда болды. Ол да жақсы. Сіз айтып отырып сіз болмасаңыз сізді іздейді. Енді сол, дәл сол болсам. Турнир осы. Қысқы турнир аяқталған соң қандай бағытта дайындықты күшейту керек деген ойға келдіңіздер? Болады ғой. Жаңағы защита әлсіз болды немесе қақпа әлсіз болды деген сияқты. Ең бастысы физикалық дайындық. Физикалық пен тактикалық дайындық керек. Әр бағытта дайындау керек. Бір нәрсені нақты айта алмаймын. Бір орында тұрмақ үшін жан-жақты дайын болуымыз керек. Тактикалық тұрғыдан да, физикалық тұрғыдан да әлі қосар заттар көп. Менің ойымда айтысқандай болды, дәл солай. Физикалық тұрғыда команда былай мықты команда. Өткен жылға қалай мықты ма? Команда мықты. Тек күнделікті дайындық керек. Ойыншылар да мықты, Қасқырда. Ойыншылар мықты. Мықты ғой бәрі. Тек сәтсіздік. Бір-бірі түсінушілік қалай былай? Бір-бірлерін түсіну мысалы үшін. Жан-жақтан жиналған ғой жігіттер. Түсіну керемет балаларда. Бір-бірін бұрыннан бері таниды бар. Ойнап жүрген жігіттер. Тек бізге шын сәтсіздік. Фирмайды. Сәл психологиялық тұрғыдан қараған сәл әлсіздеу болды. Бірақ Арланмен ойнаған ойында мысалға Арланда мықты команда, Қостанайда жас балдар 4-0 алып тастады. Қасқыр сол кезде көрдік. Шын Қасқыр сол кезде көрдік. Ойынның басынан соңына дейін бір темпті, кәдімгі темп түсірмей 4-0 болды ма? 4-0 алып тастады. Болмаса басқа командадармен де сол ойнайсыздар ғой, тактикамен, бірақ сәт бұйырмай жатыр. Болмаса Арланда мықты команда. Жүгіретін балдар. Турнир кезінде команданың ішкі рухы қандай болды? Қиын сәттерде командаға кім мотивация беріп отырды? Біз жерде тек Ернар ғана, Ернар тренер, Ернар мотивация беріп бізге. Әрі сол матчта барған ойынға ма? Әр ойынға барғанда өзімізбен бірге жүреді Ернар. Білмеймін, біз енді Ақтауға барып келген екен, өзімізге көп алып қойдық па, білмеймін.
қатты дайындалдық деп біресе кішкене аламыз деп ойладық. Ақтау. Ақтаудың атмосферасы бөлек. Бұл жерге енді күнделікті дайындық керек та, күнделікті бір командамен дайындалып, сөйтіп барып алсаң, атак қиындау. Былай жиналдық та. Теріп алып барып көрейік. Не болады екен. Құдайға шүкір, бірақ группадан бір командасы да ұттық. Оның біркелері жоқ. Ұтып қалатқандар бар. Даже ойнап жүрген командалар бар, ол жақта ұтылып жатқандар бар. Қашан сіз байсыздар ғой? Бізде тіксе сол. Апама олдан шыққан. Сокол дайын. Сокол қалай түсінушілім болады. Жастар мен опытный ойыншылар араласқан команда. Ондай сплав молодости опыта дейді ғой, өте жақсы. Мысалы, үлкендердің айтқанда жастар тыңдайды, тренерский состав бар, олардың айтқанын тыңдап. Енді ойын болғасын мотивация сол, үлкендер айтады, кейбір жастар айтады. Сол бір-бірімізді тыңдап, қиын сәттер көп болды біздерде. Сол қиындыққа қарамастан жеңдік. Мысалы, 5-ші ойыншыны шығарып, Асхаттың да жақсы мотивациясы болды. Жеңістен кейін немесе жеңілістен кейін киім ауыстыру, яғни раздевалка бөлмесіндегі жағдайды сипаттап берсеңіздер болады. Жеңілгеннен әсіресе болады, айқай-шу. Барлық командада болады. Өздерінің командаларында болады ғой, мысалы үшін біреулер жеңілсе де, неге раздевалкаға барған кезде ештеңе етпейді, келесі жеңеміз деп қоя салады да, жеңілгендер. Ал біреулер бар, пятый катать етпеу керек, шықпау керек еді бардан жаңағы жерде. Ол барлық командада болады былай бар. Барлық командада. Өз командаларын айта кетсеңдер. Қасқырда сол, мысалы, кез келген команда ұтып болдық па, раздевалкаға барамыз, сол жерде шығарамыз да барлығын. Сол жерде барлығын айтамыз, бірақ кімнің ошибкасы, кімнің не екенін айтпаймыз. Осы жерде ойын талқылаймыз да. Неге мына жерде мынандай қылмадық, неге не істемедік, неге шығармадық, неге шығарып қойдық, кеш шығардық деген. Дауыс көтеру болмайды ма? Жоқ, ондай жоқ. Ең үлкені Ернар болды, одан кейін мен болдым ғой. Асылда. Қалғандары жастар біздерде. Тыңдайды барлығы. Соколда қалай? Бізде жақсы. Ол жағынан жақсы. Өйткені аз ойын жеңілгесін ба, онда қиын сәттер онда аз болды. Бірақ, жеңіліс болған кезде раздевалкада бір-бірін кінәлау, ондай жоқ. Ондай қателіктерімізді айтамыз бір-біріміздің. Сосын ең қиыны ол раздевалкада емес, 40 шақырым Рудныйға келем дегенше. Ондай көңіл күйің түскеннен кейін қиында болады сәл. Ойланаса. Көп ойланаса, қай жерден қателік амандай. Сондай әттегенелер болады анда-санда. Бір ойын жеңілдіңіздер, бір ойын неше? Бір ойын жеңілдім, бәрін. Қайтен результат. Екі ойын қатарынан болды ғой, сол әсер. Сол әсер болды. Сол кезде тұрдыңдар, сеттен. Рамазан айы болатын ол кезде қателеспесем. Не Рамазан. Команданың көбісі почти 50% ораза ұстаған. Бірінші ойын жеңдік, жақсы керемет көңіл күйде болдық. Араға бір ойын салып, екінші ойында сәл эмоция жағынан әлсіз болдық біздер. Бір ойыннан кейін бірден. Болады, шаршау болады, қаншама ол жерде ше. Физически тұрғыдан алған нормально болды да. Именно сол психологиялық тұрғыда сәл не болды. Эмоция жетіспей қалды. Қатарынан қателесесем 2 гол жіберіп алдық. Сол сәл қиындық болды да. Эмоциялық тұрғыда. Атак ойын жағынан бүкіл жақсы болды деп ойлаймын. Өзі 2 гол кіргенсің уже не қыласың? Сәл эмоциональный яма дейді ме, сондай өтіп қалдық кішкене. Яғни ойсақтан не болған жоқ па сол кезде? Февраль айы ма? Спартакиада қатар жүрді, содан кейін бардым. Осы қысқы турнирдегі ең топ 3 команда және ең топ 3 ойыншы жалпы. Жалпы топ тек қыс кеше болып өткенде. Қысқы КФЛ болып өтті. Лигаға байланысты емес, па? Лигаға байланысты шығай, общий мысалы. Высший лигадан, төртінші лигаға дейін. Мен алды. Көзге түспеймін мысалы. Маған өзіме лично. 3 топ командадан бастайық, 3 топ команда. Команда. Мықты. Кресло мықты болды. Сокол мықты болды.
Енді Қасқыр деймін, Қасқырдың сәтсіз, ойын сәтсіз болды да. Үшінші. Үшінші білмеймін, ұялғыстық шығар. Маған топ 3 команда. Арлан, Қазанбасы бірінші лигадан. Сосын Қасқыр. Қасқырдың ойынын үнемі үзбей көремін. Сол сәл сәтсіздік жетіспеді, ата мықты команда. Сәтсіздік жетіспеді. Бір минусы. Ал жаңағы 3 топ ойыншы. Ойыншы ма? Ойыншыны айта кетсеңіздер. Берік болды ақсыз. Қасқырдағы. Қасқырда өзімде берік болды. Азекем бар, Айсхан. Үшіншісін білмеймін енді. Шын айтсам. Қандай топ? Оны қатты танымаймын ғой, балдарды ше, былай. Басқа команданың балдарын болды. Асқат деймін, Асқат жақсы ұнады. Қият дейді. Сол үшеуін. Сіздің ойыңызша? Менің ойымша Асқат, Берікбол ойынды жақсы ойнады биыл. Сосын Қазанбас командадан Бекнұр Ахмет. 9-шы номер шабуылшы. Ең алған жоқ па, үздік шабуылшы. Жақсы ойнады сол күні. Келесі сұрақ. Командалар фамилиясын жұрттай дегенсің, қарсыластардың. Енді комментатор пайда болды ғой. Ойындар мысалы үйге барғаннан кейін разбирать етесің ғой жердегі. Әр ойында болады. Мысалға келесі ойын мысалға условно айтқан Қазанбасымен ба? Сол Қазанбасының бір кемінде 2 ойынын көру керек соңғы турда болған. 3-ші, 4-ші турда ойынын көресің. Комментаторға фамилиясын айтып отырады. Көзге түсіп қалады дейсің. Көзге түссе де әр команданың бір мықты ойыншысы болады ғой. Соны көріп алып дайындаласың, шай ішіп отырып. Қазанбасы меніңше болдыңдар, иә? Қазанбасы меніңше. Ол команданы зерттемедіңдер ме? Зерттедік. Екінші лигадан келді ғой. Иә, зерттедік ол. Өйткені біздерден алдын болған ойындарын қарадық, жақсы қарадық. Қандай? Контратаға тез шығатын. Иә. Бір орында тұрмайды да. Бәрі шаны. Барлығы ашады, барлығы ашады, барлығы айтады. Сосын команданың ауызбіршілігін аталады. Тез ауысаны? Андай ауызбіршілік болған бір мақсатта жиналған ойыншылар да. Өйткені бір ауылдың балалары ғой. Тек жеңіс үшін. Тек жеңіс үшін. Футболдан бөлек қандай қабілеттеріңіз бар, яғни немен айналысасыздар? Әнші емессің бе, Павло? Ондай тема жоқ, болған басқа. Футбол ғана ма? Шаңыз футбол, жұмысына келеміз. Ол болсаң білесің, тренер болып. Балдарға білеміз. Не, көбінесе. Соның өзі үлкен не ғой? Сізде ше? Айсың болу керек, мәшін шықпы дейді. Енді, ол былайша айтқан хобби дейсің ғой? Иә, хобби ғой. Қазір білмеймін. Мәшін шықпайсың? Именно осы BMW маркасын. Достарында да BMW бар, өзінде BMW. Жөнемен алсасыз ба, я жайшын? Өзіңіздің мәшініңізді? Өзінің мәшін, достардың мәшінді. Қашып жинек қайдан. Балық аулау енді ол хоббиға жата ма жатпай ма? Бұлай тірлік қой. Кішкентай қала уақыт көп деген сияқты. Қалып кеткен өнерің жоқ қой? Жоқ, кейін айта алмай қалдым. Әттең деп отыр ма? Кейін уақыт жетпей қалды. Өлең жазып жіберемін. Ондай да ондай хобби. Футбол бұйырған нәрсе сол. Жақсы. Мен айтпақшы бар ғой, осы 2006 жыл келдім. Сол кезде майда шығар, майда ма, үйленді ма, шоу-трекке қатысқан. Оны қайда жатыр ғой. Старежил емес пе? Да, өзіміздің горняк бар ғой, сол жерде 3 ай қатыстым. Қолдың бәрі көберді, тізенің бәрі қой деді ғой сосын. Болмайды, таста деді. Құлай бересің да, мен құлайсың. Көрден келсің өмірінде болды. Біздерге болмайды ондай. Біздерде сол футбол, баскетбол, волейбол. Келесі сұрақ. Ойыннан, яғни жарыстан алдын жасайтын іс-әрекеттеріңіз бар ма? Мысалы, паркетке оңай ақпен шығу, жаңағы гол салу үшін. Или ұйықтап алу деген. Доғатылып шығамыз. Мен өзім лично да. Командаңда жалғыз. Жалғыз өзім.
жалғыз өзімді атылып сөйтіп шығамын. дұға тәжбелеу ондай сеніммен шығасыз ба? иә ол өзің сенімің ғой иә ол футболны алаңға құдайды араластыруға болмайды ғой өзің күш сынасатын жер былайша айтқанда енді ол жерде бар ғой енді мен мына команданы жеңейін деген емес қой енді травмасы жеңіске жетуге ең бастысы сол ғой иә ол ойыннан алдын тамақ жемеймін мысалы ойын кешке болады ма таңертең 10-да жеймін ойынға дейін тамақ жемеймін сол единственный таңда жейсіз болды ма? иә соны ұстануға тырысамын болды кеш болса ше 9-10-да ол кезде түске қарай тамақ жейсің болашақта кәсіби деңгейде ойнау жоспарларыңыз бар ма? жоқ одан ойламаңыз ба? шақырып жатса ше мысалы кеше ақтауға барған кезде көзге түсіп қалып шақырған жағдайда баратын ба едім? бұл футбол бар ғой бұл менің хобби ғой былайша бағана сен сұрадың ғой хобби не бұл футболда сол осымен біраз рахаттану болады да бізге ләззат аламыз иә осымен демаламыз қан қырып басқа жақта жүргенше тренировка футбол мен ондай нәрсе ойламаппын шынымен ондай ой келмеді ма? келеді ондай нәрсе ХФЛ-да ойнап жүрген кезде көзіңіз иә бұл ХФЛ енді басқа командалардан былай ойнауға болады шақырып жатса төбе жаққа қарап қарамамыз сізде ше бізде жас өтіп кеткен сияқты мынау профессиональный спорт негізі 16-17 жастан бастап 20-28-ге дейін ғой былай иә кәрісінде одан кейін 30-дан кейін шамалы кетеді бәрібір бірақ жасалып дейсің ғой баука айтқан сияқты ойламаппын ондай нәрсені бір профессионал боламын ау бір үлкен сен ойландырдың мені жаңа ше бүгіннен бастап ойланамыз иә бәрі бұл былай қарасаң мысалы қазір да қазір 32-де әзекең 35-те басқа команда шақырған болған қандай польза дейді бір жыл ойнайсың болды жастар келе жатыр ғой жастар жастар мықты да иә олардың дайындықтары оларда қазір бар ғой мүмкіндік бар да иә телефонды ашты қарайды бұрында телефон жоқ тек футболға ғана барсаң ғана сол жақта тактика үйретеді ол телефонға қарап неше рет тактикаларды көру мүмкін емес та бұрын деген зал болған жоқ мысалы біздердің кішкентай кезімізде спорт комплексі мысалы қазір далада газоны мен ол кезде натуральный газон еді бірақ тегіс емес еді пас берсең секіріп баратын еді мысалы залдарда мысалы қазір көбейген аяқтың мысалы школасы бар біздің кезімізде ондай школа болған жоқ қазір жастарға бар ғой барлық мүмкіндік бар ғой тек оларға шамалы ойнауда қызық ойнау олар қазір жастар қандай емес та тек алдағанды жақсы көреді да бір фильм істегенде алдағанды жақсы көреді ал ойынға кіріп тактический ойнау бар ғой қорықпаймын тек алдағанды жақсы көреді сол мәселе солай алдай берсе ronaldo ұқсап фильм жасаса соны дұрыс көреді иә а так мысалға қарап отырсаң қандай команданың ішінде нападение жүрген адам 20 гол салса да бар ғой жалғыз оның несі емес та ол еңбек емес та ата жақта шығарып беріп отқан аты аталмайды бірақ анау бомбардир болады лучший игрок болады көзге тек сол көзге гол салған ассистер осыны защитник жұмыс ауыр оның кезінде қатысқан жоқсыздар ма аяққа кезінде кеш кезінде сіздер мектеп бітіргеннен кейін пайда болған жоқ қай жылы пайда болды аяқ алдындар еді бұрындар бар екен білемін десе иә шынын айтсам қазір ерсұлтан бар ғой сағындық иә неше 2007 ма 2006-дан бастап па сол 94-қа иә 2006-дан бастап ойнайды ғой сонда жоқ 2006 емес 2007-ден бастап ойнайды шамасы соған иә ол өйткені байнақтар қатысатын еді сосын сол жаққа өзі ойыншылар
алдыртып айтады ғой сол кезде есілтан кетті есімді сосын Олег деген бар еді ғой біздің волейбол ойнап кетті ғой фамилиясын ұмытып қалдым Соломек емес пе? жоқ ол емес ана Олег тағы сидиміз волейбол Городный волейбол ойнап кетті ма Городный иә солар барған есімде Берікбол сақтаумен Берікбол аяқта ойнады иә аяқтан шықты ол травма болып қалды біраз уақытқа дейін сосын футболды қойды қазір жақсы молодец формасын бұрынғы жинап алған Берікбол емес комментатор жайлы айта кетсек комментатор сіз айтады ғой сол кезде қандай сезімде боласыз үйге барып ойын көресіз ба бірінші айтқанда қуанатын едім кейін неше ойынға барғаныңыз бір ойынға бармадым іздегендей болды да Азизхан іздеді ғой рас ол іздеді действительно өйткені Азизхан мен легенда деймін ғой өйткені неге сокол командасы легендасы өйткені қарашы жасы 35-те 17-18 жасар балдардың екі бала келіп алмайды да допты үшеу керек ертең білмеймін бала 35-ке барған кезде қандай ойын көрсететінін мысалға да жаңғызға сол жаста қалып тұрған сен шығар иә сол айтсам бүйтеді допты алып барса болды төртеуді спокойно түсе салады күтіп алады алды бір-екі рет келіп атылып болмады да сосын кеттік қайттық деді жаңағы ойындар болады ғой шығарып бересіз ғой пасты тек гол ұру ғана қалады сол кезде гол ұра алмай қалады жігіттер андай эмоцияға беріп кетесіз ба иә шәй айтамын ол өйткені ана жас ойыншылар расынан КФЛ-да бірінші ойнап жатқан жігіттер болды мысалы раздевалкада я мысалы неде скамейкада отырғанда айтамын түсіндіремін сен асықпа доп барады енді замыкать ол да қиын қарап отырсаңыз иә былай үйінен қарайсың ғой ютубтан қарағанда оңай сияқты оңай сияқты оңай болады ішкі поляның ішінде жүрген кезде бар ғой поляны андай бар ғой поляның ішінде жүріп поляны көру бар да иә ал біреулерде мысалға қорқыныш болады поляға кіріп бірақ поляны таппай қалады да өзі қай жақта жүргенін не істеп жатқанын білгенін ұмытып қалатын нелер де болады ол да бір сәл психологиялық тұрғыдан сәл қиындау бірінші ойнап жатқан ойыншыларға былай қарапайым былай тренировка істейтін басқа боласың ғой жақсы ойнайды поляға кірген кезде шамалы жауап жарысқа барған кезде сөйтеді өзінің ішкі қорқынышы да ол иә сол жас ойыншылардың сол бірінші сезон сондай болады көбісінде ішкі қорқыныш болады кейін осының екінші үшінші сезонға барғанда уже сәл өзіне сенімділік пайда болады да көп ойыншыда осы ойнап жүрген командаларыңызда бір командаға клубқа теңейтін болсақ қай командаға теңейсіздер айта секесен Барселона Реал мен Соколды Атлетикоға теңеймін Атлетико Мадрид өйткені өткен сезондағы Атлетико емес осы сезонда емес бұрынғы Лига Чемпиондардың финалына шығып келген өйткені бізбен ойнау қиындау болады сәл кейбір кезде болады өзіміз ойнай алмаймыз біреуді ойнатпаймыз андай контролируемый хаос дейді ғой сондай кейбір кезде сондай осы командамызда біздер сол Атлетико Мадрид өзім жеке ойым қиын команда дейсіз ғой қиын командамыз иә сумақ команда керек кезде любой команда проблема создавать дейміз соны білемін ішіндегі ойыншылардың бәрі мықты ғой Реал дейді енді Галактикос Реал ма мықты ғой бізде Каскар осы жылы ғой менің ойымша осы қыста болатын да нәсіп болса топ жүзге кіреді обязательно алдағы ма иә алдағы жаздағыны айтамыз алдымызда кубокты айтып қой жоқпын алдымызда залдағы үштікке топ үштікке точно кіреді команда мықты да просто шама болады
кешегі ойында соны білмеймін енді балалардың жартысы асханада болды, келе алмай қалды, сондай нәрселермен әйтеуір толық состав жиналған жоқ па сендерде? жиналған жоқ та, иә. Заменде 2 адам, 1 адам Травма көп болды балаларда. Енді осы жылы көп нәрсе мәлімдеді. Точно сенбеймін. Кездесіп тұрмайық. Жалпы Соколға қарсы және Қасқырға қарсы ойнау қаншалықты қиын бір-бірлеріңізге қарсы? енді родныйдың командалары ғой бір-бірімен, Именно осы екі команда кездесіп жатса да, кездескен жағдайда. Кездесіп қалса қаншалықты қиын. Қатты бір-біріне қиындық тудырмайды. Бәрін бір-бірімізді білеміз да. Еще бір-бірімізді алдап өту да оңай емес та. Бір-бірімізді алдап өту да оңай емес. Еще Қыр-сырын білеміз. иә, бәрін бір-біріміз еще андай ғой. Родныйда мысалға, шын былай айтқанда мини-футбол бар да, соның ойыны бар да. Чисто залдың ойыны ше, андай алдыға тек жүгір деген нәрсе жоқ та. Чисто кәдімгі катать етіп. Соколмен ойнасақ сондай болады, кәдімгі. қиын болады. Өйткені родныйда ойнайтын командалар бәрі бір-бірін таниды ғой, жақсы. Кімнің қандай ойнайтынын біледі, кімнің қандай жерге пас беретінін, кімнің күшті жағы, әлсіз жағын біледі. Қиын өте, мысалы. Мен жеке өзім ойын родныйдың командасымен ойнағанын көрдім, мысалы сырттың командасымен ойнағанын дұрыс. Оңайырақ болады. Біліп ойнағанын білмей ойнағанын оңайырақ. Өйткені ана Қасқыр мен Соколдың бар ғой. Мысалы Соколдың да ойыншылар Қасқырда ойнады, Қасқырдың да ойыншылар Соколда ойнады. Қанша мысалы Уга бар, Айдар бар, Атабек бар, мысалы барлығы Соколда ойнады, ал Соколдың да Қасқырда ойнады. Бәрі бір-бірін біледі. Әли ойнады Қасқырда. Біраз ойыншы ойнады. Мен де ойнадым Соколда. Мен де ойнадым Соколда. Әзірге ойнады Қасқырда. Қай команда биыл ерекше көзге түсіп жатыр? Осы кезеңге дейін осы басталғалы жақсы көзге түсіп жүрген. Негізі ма шынау ғой? Соның ішінде әр ойында жаңағыдай жақсы жетістіктерге жетіп жүрген. КСК? Иә. Чемпион болады, жыл сайын чемпион. Сосын Салават. Кубокты қателеспесем 2 рет алған жоқ па? Иә, соңғы қысқы чемпионатта 3-ші орын алды. Сол КСК мен Салават мен үшін. Мықты. Келесі сұрақ. Жалпы КФЛ-де осы кезеңге дейін көзге түсіп жүрген жас ойыншыларға айта кетсеңіздер, яғни өздеріңіздің командаларыңыздың Соколдан, Қасқырдан болашағына зор үміт күттіретін қандай ойыншылар айта аласыздар? Сіздерде жас ойыншылар. Фамилиясын білмеймін, бірақ ұмытып қалдым шынымды айтсам. Кана бар, Кана. Әуезов. Әуезов бар. Жас ойыншылар бар өзім. Уга бар, өзінің Украинада ол. Берік бол бар сосын. Осы үшеуін айтамын. Нұрислам жас ойыншыдан. Жас деуге келе ме, келмейді ме? Алмат Асхат Қайнаров. Сосын үшінші ойын ойыншы. Жас ойыншы десек. Аблай да жас қой. Аблай мықты. Турды шыңғыс десе мен Жамшитті қосады. Жамшит? Иә. Осы жазғы кубоктан бастап бізге ойнап отыр Жамшит. Өткен соңғы ойынды көрдім, Салават ойнағанда. Мықты ойыншы. Ол алдын ойнады ғой Соколда. Бірінші лигада ойнаған кезде ғой. Сол кезде Соколда. Сізде ойнадыңыз сол кезде? Сіз пас бергеніңізді білем, бір ойыңызды көрген. Арланмен ба, штрафайдан пас беріп, секунд, 10 секундта қарай. 4-4 ойнап. Ал высший лигада емес? Жоқ. Или кубокта емес? Кубокта еді. Сол кезде Жамшит ба? Или Мағжан ба? Жамшит.
сол жаққа айдап тұрады. Ең бірінші сол бірінші лигаға келген кезде Жәмшіт ойнадық полный. Сол сезон ойнадық. 4 жігіт ма? Иә. Үшеу ойнады, 4-ші сен ойнадың проблема. Жоқ. Стандарттарын орындады. Мага ойнады. Жәмшіт ойнады, Олжас ойнады. Қабыл бар еді сол кезде Абай. Абай. Жазғы турнир жайлы айта кетсеңіздер. Сен ойнағансың ба? Жоқ, қазір. Сол ойнамайды дейсің де ма? Неге ойнамайсыз? Неге ойнамайсыз? Қазір көрмейсің. Иә. Спискте де көрмедім да. Қалай айтсам болады мысалға. Шаруа жұмыстардың тірліктері көп та. Қаншама тірліктер бар. Солар залға дайындаламыз деп айтасыз. Пока клубты қауіпсіз етіп алады. Сегізнаға ойнаймыз большой футбол. Ол да бар, оған да дайындалуда. Біздер жақсы бастадық сәтті. Енді ардагерлер дейміз ба, плюс 35 команда шығардық клубқа. Құдайға шүкір жартылай финалға жолдама алдық. Енді насып болса КСК-мен ойнаймыз. Күшті команда. Иә, күшті команда. Жеңсеңіздер бұйырса. Жеңсек финал насып болса. Қандай команда болады? Полуфиналда тағы 2 команда. Жетіқара, КСК, Яртим, Яртим. Сокол, Сокол, 4 команда қалды. Осы Руднера болады шығар насып болса. Иә, Руднера. Мәдерені ма? Иә. Жалпы қайсысына көп күш жұмсайсыз? Плюс 35-ке ма? Кеше ойынға бардыңдар ғой? Иә, жастарға ма? Плюс 35-ке. Өйткені ана замин аздау. Кейбір кезде 40 минут заменсіз ойнаймыз. Сол плюс 35-ке көп күш жұмсаймыз. Көп күш жұмсаудың себебі өткен жерде бірақ ойында ортасына ұтыласың. Иә. Ар жақта әлі Соколдың клубта 3 ойын бар да, 3 ойын бар. Ал мына жақта енді бірақ ойын кездесесің, оны басқа жақта ұтсаң, финалға шықтың, ұтылсаң, үшінші орын ойнайсың. Финалға жетіп жатсаңыздар, жалпы ертең сіздер бауға қатысып жатқансың. Финалға жетіп жатсаңыздар, қайсы командамен кездескенді қалайсыздар? Жастармен жазғы турнирде. Жастарда ма? Иә. Қасқыр дейік. Өйткені не болса да кубок орынға қалсын. Иә, дұрыс. Қасқыр ойнағаным жақсы. Әттең ойнаймыз. Сіз ойнамайды екенсіз ба? Ойнап алатынсыз ғой деген. Тамашалардан. Жақсы, рахмет. Жалпы көрермендерге, ата-аналарға, жасөспірімдерге қандай кеңестер айтасыздар? Балалармен футболға беру немесе спортқа баулу туралы. Жаңағы футбол емес, кез келген спортқа баланы беру керек жасынан. Енді қазір барлық мүмкіндік бар ғой балаларға да. Сол үшін айтамын, боксқа берсін, басқаға берсін. Әлем чемпионы болады. Егер соңына дейін сол спортта алып кетсе, бір жерден шығады ол жігіт. Қыз болсын, жігіт болсын. Сол үшін балаларыңызды жазғы каникулда спортқа беріңіздер. Құр жүрмесін. Мен де қосылам. Үйде телефон ұстап жатқаннан одан қайта 1 сағат, 2 сағат жаттығуын жасап. Спорт маңызды емес, қандай спорт болсын. Иә, ең бастысы үйде болмаса, бос болмау керек. Бос болмау керек. Мысалы, командада жұмыс істеп үйренеді. Мысалға, қай спорт болсын, мысалы, волейбол болсын, футбол болсын. Иә. Командада өзін қалай ұстау керек. Қоршаған ортамен былайша айтқанда адамдармен араласу керек жерде командада. Спорттың өзі тәрбие ғой. Тәрбие. Бағынуды үйренеді. Үлкен тыңдау. Кезінде ойнап қалды. Сокол. Өмірді. Бауымұратта баяғы олды. Бауымұратта. Соколда ойнадың ғой. Иә, ауылда. Большойда. Мен де соған қатысқан ба? Бір екі жылма қатысып көшіп кетіп. Иә, бүгінгі подкастқа келгендеріңізге рахмет. Әрбір ойынмен жаттығу сіздерді жетістікке апарар жол болсын да. Рахмет деймін. Алдағы ойында жеңісті болыңдар, жеңіске жетіңдер, финалға жетіңдер, плюс 35-те. Бірінші орын алыңыздар. Келгендеріңізге алтын уақыттарыңызға үлкен рахмет. Саған да рахмет. Каналың дами берсін.
әрі қарай мықты ойыншыларды шақыр, тренерлерді шақыр. Енді дамай бере әрі қарай. Бізде алынған солардан тактикалық тұрғыда барлығын өзі оқып береді тренер. Біз енді просто білгенімізді, көргенімізді ғана айтамыз. Амандан ойлап жүргенде. Құрметті көрермендер, біз подкастымызды осы жерде аяқтаймыз. Тіркеліңіздер, тіркелмеген болсаңыздар лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, өз пікірлеріңізді жазыңыздар. Келесіде кімді шақырайық оны да жаза кетіңіздер. Міндетті түрде шақыратын боламыз, пікірлеріңізді ескеретін боламыз. Рахмет, келесі кездескенше сау болыңыздар. Жақсы. 5 минут қалыпты ғой. Ендігісіне ғой. Мұрат пен Ернат жағы. Қызық болмайды. Шай қас болады дейсің. Қасқан мен ненің несі ма?